Сәлем достар, бұл видеода ғажап тұнба жасаймыз, яғни чудо настойка. Бізге ол үшін йод қажет болады. Мен артығымен алдым. Босаған құты керек болады, және чеснок керек болады. Ендеше кірісейік. Чесногымыз жақсылап майдалаймыз. Майдалап турап шығамыз. Сіздер престен өткізсеңіздер де болады. Мен жақсылап майдаладым. Бұл тұнбаның пайдасы өте зор. Ауырғанға, жараларға, көгергенге жақсаңыздар, өте пайдасы өте көп. Йодный сетка сияқты, жаңағыдай сетка етіп жағу керек болады. Чесногым жақсылап майдалап болдым. Енді құтымызға саламыз. Менде кремнің босаған құтысы. Осыған аузы кішкене үлкендеу болған үшін алдым. Чесноктарды салуға ыңғайлы болу үшін. Негізінен басқа да құтыларға салсаңыздар болады. Пустырниктің, валерьянканың ыдыстарына салу керек делінеді. Чесноктарым барлығын салып болдым. Менде кішкене артылып қалды. Артылған бөлек алып қоямыз. Бар чеснок мені мен барынша майдалап турауға тырыстым. Енді бұның үстінен йодымызды құямыз. Маған бір йодтың өзі жетеді. Аузы кішкене мынандайға салсақ та болатын еді, бірақ жаңағыдай маған осы ыңғайлы болды. Бір йодты құйып үстінен құйып жібереміз. Осы жерде айтып кетейінші, достар, астына йодпен жұмыс істеген кезде астына мына қауіпсіздік үшін пищевой пленка төсеп қойсаңыздар болады. Өйткені ол бәрібір тамады, бүлдіреді деген сияқты ғой. Біреу жетті, міне бұл чеснокты жауып тұру керек. Біздің йодымыз чеснокты жауып тұру керек. Барынша. Егер сіздерге концентраты кішкене слабый болсын десеңіздер, екінші йодты да құйсаңыздар болады. Енді бұның аузын жауып, холодильникте бір апта сақтаймыз. Бір аптадан кейін пайдалана берсеңіздер болады. Бұның пайдасы өте көп. Жараларға, көгергенге, ауырған жерлерге, аяқ қақсаған, қол қақсаған бәріне йодный сетка ретінде жағып қоясыздар. Йодтың өзінің пайдасы өте көп, білесіздер. Ал бұның чеснок қосқаннан кейін оның пайдасы арта түседі. Осылай пайдалансаңыздар болады, достар. Егер әпкелеріңізге, ағаларыңыз, жақындарыңыз, аналарыңыз, үлкен кісілердің бәрі қазір аяқ қолы қақсап ауырады ғой, соның бәріне көмегі тиеді. Менің қолым бүлінді. Менде йодты тез кетірудің әдісі каналымда бар, өтіп көрсеңіздер болады. Келесі видеода кездескенше, достар, игіліктеріңізге жарасын.